Ажыраспаудың варианты болмады ма? Ажыраспаудың варианты болды. Әрине болды. Онда менің весім 96, салмағым 96 болды. Мен ойлаймын, қазір егерде тағы да 3 жыл қалғанда примерно 120 килограмм, шашым жоқ, өзімді жоқ, эго өшірілген, энергия жоқ, кәдімгі просто машина болып қалатын едім да. Балаларға даже беретін дымым да болмайтын еді мысалға. Өзімді өзім одан сайын өшіріп, одан сайын кәдімгідей көрге апаратын едім деп ойлаймын. Сондықтан да мен өзімді таңдадым, мен балалардың жарқын болашағын таңдадым, және де балалардың психикасының дұрыс болуын таңдадым да. Андай жанжал, ұрыс керістің арасында өмір сүрмеген қаладым. Сондықтан да сондай негізі болды әрине, бірақ просто я бы себя потеряла.